Охо, біздің Ақгүл кірді ғой. Бізге лимон әперетін қожаның қызы. Теңгизден сәлем дейді. Теңгизге ерекше сәлем. Бізге егемендік алып берген жаңа Қазақстан туғызған жігіттер ғой, теңіздегілер. Садуақасова кірді. Жетісайдан сәлем дейді. Мақталыға дұғай сәлем деп қой. Жаңаөзен қайда? Жаңаөзен. Жаркент дейді. Ох, суандар қалайсыңдар? Ақжазықта құдаларға сәлем айтып қой. Атыраудан сәлем дейді. Ох, наконец-то туысқандарым келді менің. Мейіржан қалайсың? Құлсардан сәлем дейді. Міне менің екі туып бір қалған туысқандарым шықты. Ақтөбе, Семей, Қызылорда. Сарыағаш. О, Жаңаөзен кірді, Жаңаөзен. Әні, дәж десең Қостанайдың Амангелдісінен бізді тыңдап отыр. Қостанай екеу кетті міне. Қорғалжыннан сәлем дейді міне. Атырауда туыстарыңыз бар ма деңіз? Мен бүкіл туысқаным Атырауда тұрады. Енді басталды. Жаңаөзендегі қазақтарға айтыңдаршы, тезірек кірсін. Сол Жаңаөзеннің қазақтары кірмей бастап кетсек, сәл әдепсіздік бола ма деп отырмын да, енді. Өйткені жаңа Қазақстан туғызған солар ғой, қалай болғанда да енді. Іле ауданы Өтеген Батыр кентінен дейді ғой. Теміртау келді ғой, Теміртау. Біз Теміртауды ұмытып кеткелі қай заман уже. Яссауидің хикметтерін тыңдап отыр едім дейді. 1,5 сағат шыдасаң, оригиналын тыңдайсың жерден. Қаскелең связьда дейді. Түркістан. Бір 150 мұхлис күтейік, 150 мұхлис кірсе, болды. Жаңаөзен келіп жатыр міне. О, қалайсыңдар Жаңаөзендіктер? Бәйдібектен сәлем дейді. Шаянның жігіттері ғой мына. Екібастұз. Екібастұзда мен туысқандарым тұрады айтпақшы. Дермене кірді ғой, Дермене. Ағдаладан әлі бір адам қатысқан жоқ. Ленгірден сәлем дейді. Көксайектің жігіттері ғой мына. Ленгірдегі. О, Жаңаөзен. Киелі Қармақшыдан сәлем дейді. Анан қара жыршылар. Жымкент, Ақтау. Бір 100 мұхлис қалды енді, бір 100 мұхлис кірсін, сосын бастаймыз. Ата-ана соңынан келгендер соңына дейін мазаны алады да, тема не деп. Бүгінгі теманы өте маңызды болғандықтан мен екіге бөліп өтем. Себебі бұл ұлттық қауіпсіздік деңгейіндегі әңгімелер ғой негізінде. Кәдімгідей бір мемлекетте я бар қылатын, я жоқ қылатын. Сондықтан бұны өте
сақ болу керек та бұл темада. Семейге өзім бара алмаймын, бірақ жігіттерден біреу барып, скоро Семейге осы лекциялардың бәрін кәдімгі тікелей оқиды, тірідей. Қоян қолтық. Арыс дейді, құлшығаштар кірді ғой. Арысқа жалынды сәлем. Мынау тағы да бір 50 шақты адам кіргенше ескерте берейін, егер үйлеріңізде яссауи феномені болса, алып оқып жарысқа қатыссаңыздар болады. Өте қызық болып жатыр ол. Кәдімгідей Қазақстанның түкпір-түкпірінен. Ана кітапты кәдімгідей күні-түн чатта оқытады, бір айда уақыт береді. Осын енді ұтысқа бірдеңелер тігеді, енді ұтысын қоя берші. Бірақ ана кітапты оқып біткен кезде өзің басқа адамға айналып кетесің ғой. Сондықтан ана яссауи феномені кітабы бойынша өтіп жатқан жарысқа мүмкін болса қатысыңыз, болмаса біреуді қатыстырыңыз, күйеуіңізді, балаңызды, ініңізді, қайны кім бар, ананы қыздырып қайнатып. Себебі соңғы 25 жылда уже Қазақстанды сондай надан діншілдердің уағызы қаптап, басып, мұжып, бәрін жындып жүрген. Қай жақта дейді. Нені сұрап отыр бұл қай жақта деп. Бейнеуден сәлем дейді. Бейнеуде құдағиларға сәлем айтып қой. Сарғаға бармағалы қай заман. Қалай қатысамыз дейді. Мына жерде қазір өзі отырған, соны ұйымдастырушылар өздері отыр, ана Раушан Дәулетбек қыз деген. Сол нере қазір жазады телефондарын, яссауи феномен жарысына қатысам дегенде мынаған кірсін деп. Ол яссауи феномен деген жарысты ұйымдастырған кезде ол бір кітапты сату маркетинг мақсатында емес, ол терапия мақсатында ғой. Мына қазақтардың бәрін жынды қылып қойды ғой енді соңғы 20 жылда жаңағыдай теріс діншілдікті насихаттап қазақтардың бәрін өзінің тамырына, мәдениетінен, руханиятынан айырып тастады ғой енді. Соның кесірінен жаңағыдай идентификация дейді ғой, жаңағыдай соның тренинг жүріп жатыр ғой. Қазақтардың ішкі жан дүниесінде күрес жүріп жатыр қазір. Қазақ болайын десе намыстанады, араб болайын десе келмейді, Құдай жаратпаған араб болып. Сонымен орысқа сіңейін десе тағы болмайды. Сонымен тыпырлап тұр. Сондай ішіндегі сондай арпалыстан құтылғысы келген адамдар яссауи феномен оқып алады дағы, қайта туылғандай болып жарқырап шыға келеді. Ана жазып жатыр ғой, телефон жазып жатыр, мына Раушан Дәулетбек қыз деген. Сол нөмір жазып аласыздар дағы, сол кісіге хабарласасыздар. Сосын яссауи феномен деген не болады. Камбоджадан қазақ тілін үйреніп алған біздің қара балаларға хабарласып отыр ғой. Навалдан қосылып отырмыз дейді. Алла, Навалға ереді. Қаратау шайқы бұрқы дейді. Ақтаудан қайдан алсақ болады дейді. Мына жердегі кім? Раушан Ақтауда Мәуленнің нөмірін жазып жіберіңдерші. Ақтауда ең арзан сатылатын жері, офистегі бағамен бірдей сатылатын жер Ақтау ғой негізінде. Себебі Ақтауда отбасы хрестоматиясын кітаптарын сататын жігіт, ол содан бір коммерциялық мақсат көздемеген ғой. Қаншаға алса соншаға сатып отыра береді. Маңғыстаудағы жастардың несін духын көтеру үшін істеп отырғандары ғой. Патриотизм ғой былайша айтқанда. Сайрамнан сәлем дейді. Сайрамға ерекше сәлем. Қожа Ахмет Яссауидің туылып кіндікқан тамған жер, Ыбырайым ата менен Қарашаш ананың жатқан жері ғой. Болды, бастайық дейді. Кеттік онда. Бүгінгі әңгіме былай болады. Біз өткенде құлшылық туралы айттық. Яғни құлшылық туралы оның мәні не, жаңағыдай әртүрлі медитацияны мыналарға кіргеннің бәрін Оман Скоттбек әкесінің көзіне көрсетіп тұрып талқандады, бәрін бытшын шығарды. Сөйтті дағыны жаңағыдай адамдардың бәрін адасып жатасып матасып, бәрін лағы басқа жаққа кіріп кеткен себебі бәрі жаңағыдай ақпараттық семіздікке ұрынды. Не осы соны тыңдап көріп милардың бәрі мусорға толды дағыны. Тәңірлік әлемнен келетін Тәңірдің үнін, үндеуін, әуезін, илхамдарын естімейтін жағдайға дейін жетіп, клапандары бәрі бітеліп, сонымен өзінің ішінде давление туып, жарылып, фрустрация дейді. Адам шашылып қалады ең соңында. Сонда фрустрацияға жеткізбеу үшін соны тұрды да бұл үш нәрсені айтты.
біріншісі уақыт, яғни арнайы уақыт бөлесің, телефонда анда мұнда жаңағы Netflixте отыратын уақыттарыңды экономдайсың да 2 сағат ішіндегі мусорды шығаруға, Құдайды еске алуға, менің тіліммен айтқанда жаңағы зікір қыласың 2 сағат деді. Құдайды зікір етесің, еске аласың деді. Сөйтті дағыны екіншісі heart, жүрек, яғни жүрегіңді таза ұстайсың. Тәңір тағаланың тыйым салған Құранда жеме деген шариғат арам деп белгілеген заттардың бәрінен тыйыласың. Ештеңке қылмайды деп, жаңағы 40 сылтау тауып алып, не болсын жей беретін болсаң, жүрегің бітеліп қалады тағына, жүрегің ішінің бәрін қара тоқ басады. Кәллә бәл рана аля құлубихим ма кану яксибун дейді. Осындай оңбаған нәрселермен айналысқаннан кейін жүректерін қара тоқ қаптады тағына, тәңірлік әлемнен келетін ана нелерді, сигналдарды адамның жүрегі ұстамайды, қақпайды. Үшіншісі, одан кейін emptiness деді. Emptiness деген босату, яғни өзінің ішіндегі толып қалған мусор, ұрыс, керіс, дау, жанжал, күнделікті конфликт, анау мынау бәрін алады тағына, мусор лақтырып тастайды. Содан кейін ішкі жан сарайында жаңағы тәңірлік әлемнен келетін үндердің келіп түсетін жерінде бос орын алаң босайды. Сол жерге Құдай қаласа бірдеңе тастайды, Құдай қаламаса сағада отырасың күтіп деп, сөйтіп ол тема жабылды. Енді further friction дейді, marriage and narcissism дейді. Бұл өте маңызды тема. Бұл семья неден күйрейді, неден құлайды, семья қалай өзін жой жібереді, жаңағы отбасы институты қалай сырттан жау шаппай-ақ өзінің ішінен андай құрт жеп қойып құлайды. Былайша айтқанда рухани термиттер оның ішіндегі балқылардың бәрін жеп тастайды отбасының. Қалай болады деген кезде, friction деген сөз жалпы отбасындағы мынандай трение деген сөз, ырың-жырың. Екеуінің бүйтіп қажалып бір-бірімен бүйтіп сүйретіліп жүруі. Енді marriage, енді неке, үйлену, бір отбасы шаңырақтың астында неке қиып екі ер мен зайыптың отыруы. Сосын нарциссизм деген өзін-өзі адамның сүюі. Грек философиясы мифологиясынан келетін сондай бір аңыз, суға қарап бір өзіне ғашық болып деп келетін. Енді оны өздерің оқып аласыңдар, уақыт жоқ, мен уақыт экономдаймын. Комменттерді өшіре саласың ба дейді. Өшірсең шиш дейді, біздің ауылдың балдары жазып жатыр. Ғабеке, не қылайын, өшірейін бе, өшірмейін бе? Сендерге ұнай ма, ұнамай ма коммент? Просто бізге ана коммент шығып тұрса, біз бір тіке сөйлесіп отырған сияқты боласың да, бұлай эмоциямен жақсы кіресің. Амнан бәрін өшіріп тастасаң, өзіңмен өзің сөйлесіп отырған жындыға ұқсап қаласың сәл. Сол үшін ғана қосып қоямыз біз бұны. Болыңдар, фрикшн бастаймыз, болды, қызық болады. Өшірейік дейді. Гүлназ айтып жатыр. Все, болды. Гүлназ айтса, Гүлназ сөзі бізге әрқашанда заң. Выключить комментарий. Сен эфир біткесін келесің. Тақыр басқа телефон сұрап келіп тұр. Ал, бастадық енді. Әңгіме қайнайды қазір енді. Like God and prayer. Құдай сияқты және құлшылық сияқты other things in this world, бұл әлемде тағы да басқа заттар бар емес па дейді. Are also too large дейді. Кейбір ұғымдар, кейбір болмыстар сондай үлкен дейді, оның мәні мағынасы. To submit to any single adequate definition дейді. Сен енді оларды дейді, мынандай жалғыз ғана бір қарапайым анықтамаға, болмаса бір терминнің ішіне оны бір ауыз сөзбен сыйғызып, онысын түсіндіре алмайсың дейді. Өткенде мына Құдай деген ұғым өздеріңіз білесіздер. Ол кім, қайда, Құдай не істеп тұр, оның заты қайда, сипаты қайда, есімі қайда, бітпейтін ол бір әңгіме. Сондай теологияда, праеде сондай құлшылық ибадат дегеннің неше түрі бар. Зікірге қатысты дау Қазақстанда әрі қайнап жатыр. Осылай өмір бітпейтін әңгіме. Сол сияқты енді marriage is one. Некеде дәл сондай біз бір ауыз сөзбен marriage is one. Некеде үйленуда, үй болуда, отау құруда дәл сондай біз бір ауыз сөзбен айтып жеткізе алмайтын өте қиын құбылыс бұл дейді. If it is defined as a relationship of two, егер бұны екі адамның қарым-қатынасы деп есептейтін болсақ, екеуінің байланысын. Then what about group of polygamous marriages? Онда көп қатын алатын полигамияны қайда қоямыз дейді онда. Енді Қазақстанда мысалға сен неке не деп түсіндіресің? Қазір екінің бәрі тоқал темасымен мысалға до мозга костей ауырды мысалға. Алды ақшасы барлар үшеу төртеуге дейін ұрып жатыр. Отырған шалдан бастап мияқа дейін құйрығы жалғасып жатыр. Некенің екі адамның арасындағы сырлы қарым-қатынас деген сипаты анықтамасы құлады уже. Значит, бұнымен қиын. Енді қалай қыламыз?
between a man and woman, егер біз ер мен әйелдің арасындағы бұны бір байланыс десек, where G long-term committed homosexual relationship fit, онда бір жынысты адамдардың некесін қайда қоямыз? Қазіргі кезде енді әсіресе батыста өте заңды жағдайға дейін жеткен мысалға. Америкада бұлар парад өткізеді мысалға. Оны не істейміз енді? If it is a legal entity, what about common law marriage дейді. Ал енді мынандай жаңағыдай законный лицолар есептесек ше, what about common law marriage? Егер ол бір жерге барып сен жай некеңді қидырып, ЗАГСте оны заңдастыру дейтін болсаң, онда былай кең тарап кеткен былай үйленушілер ше, азаматтық неке сияқты. If a religious union, what about the vast number of pure civil marriages? Ал егер сен бұны religious union, яғни дінге байланысты, діни сенімдеріне байланысты адамдар үйленіп, бір отаудың астында тұрады деп, егер дінмен беретін болсаң анықтаманы дейді. Онда светский дейді, зайырлы адамдардың, дінге сенбейтін адамдардың үйленіп өсіп-өнуін оны қайда қоясың дейді. And what is a union? Вообще одақ деген не өзі? Бірігу деген. A merger, бұл не жаңағыдай қосылысып, сапырылысып бірігу ма? Сливаться ету ма? If it implies a sexual relationship, егер сен бұны тек қана жыныстық байланысқа деп айтқың келсе, how do we regard all those couples who no longer sleep together? Онда жақсы. Егер үйтіп айтатын болсақ, үйленеді, бір үйдің ішінде жүріп тұрады, бірақ бір-бірінен суып кеткен, не ажыраспайды, не қоймайды, бірақ бір бөлмеде қонбайды. Енді оларды қайда қоясың енді? Енді шынымен де бұл да Қазақстанда өте кең тараған проблема ғой. Мысалға 40-45-ке келген кезінде екеуі суып кетеді, бір төсекте жатпайды, ажырасайын десе, оның әңгімесі көп, өсектен қорқады, бала-шаға өсіп келе жатыр, ана үйді бөлісу керек, сосын тұрады тағыны не істейді? Жарайды, біз как квартиранттар сияқты бір үйден кіріп шыға берейік, бірақ бірге қонбаймыз деп келіседі. If not, what is the difference between marriage and partnership? Егер үйтетін болсақ, вообще онда некеменен көңілді ұстаудың айырмашылығы не? And on. Осылай бұл тема кете береді, сен таппайсың анан дейді. Яғни біз неке деген не, отбасы құру деген не, үйленудегі оның түпкі мәні. Яғни оны некені неке қылып ұстап тұрған ең түпкі философиялық түйінін дәл түсу керек ана жердің. Егер біз жаңағыдай жалған өзгеріп кететін анықтаманы бере беретін болсаң, онда сен семьяны ұстай алмайсың, міндетті түрде оны құлатып тынасың деп айтып жатыр. Сондықтан біз дәл түсуіміз керек анаған. Дейді Скотт Пек. Лимон жоқ па? Кеттік. One might think that because marriage is the smallest of common human organization, it would be the simplest дейді. Біреулер ойлауы мүмкін дейді. Бұл енді адамзаттың ұйымының бірлесуінің ұйымдасқан түрінің ішіндегі is the smallest, ең кішкентайы ғой дейді. Ең үлкен ұйымдасқан бір контора біз мемлекет деп есептейтін болсақ, 18 миллион халық бірігіп алып бір мемлекет жасап жатыр дейтін болсақ, онда the smallest, оның ең кішкентайы семья деп ойлап қалу мүмкін неке. The opposite is perhaps the case. Керісінше, маған бәрі осы керісінше сияқты болып көрінеді. For a variety of reason, көптеген себептер бойынша, in some ways it is the most complex. Маған керісінше көрінеді дейді. Қандай десе, ана неке болу, үйлену, үй болу дегенді алдыдағыны жаңағыдай ең кішкентайы қарапайымы деп ойлады ғой енді адамдар дейді. Маған керісінше дейді, ең күрделі институт осы сияқты дейді. Most complex, ең шиеленіскен мәселе бұл дейді. If this makes marriage sound like a mistress business дейді, you hear correctly дейді. Егер бұл саған дейді құлағыңа қызық естілсе дейді, я дұрыс дейді, сен дұрыс естіп отырсың дейді. Бұл өте қызық, күрделі құбылыс бұл дейді. And it's worse, it can be a living hell, all the often strangely comfortable hell дейді. Бұл енді шынымен де бір шетінен қарапсаң өте азапты, енді hell деп бұлар тозақты айтады ғой, бірақ енді бұл жердегісі азапты деп отыр ғой. Енді оның семьяның рахаттан ғана тұрмайды, оның арқалайтын азабы жетеді дейді. Бірақ дейді strangely comfortable hell дейді, бірақ комфорт, өте саған комфорт сыйлайтын тозақ ол дейді. Сондай странный дейді. It is best a long-term marriage is a mystical sort of phenomenon, reach beyond description дейді. Сондықтан да бұл үйлену, үй болу, неке болу, отау құру деген нәрсе, бұл да біздің адамзаттың қоғамындағы әртүрлі құбылыстардың ішіндегі ең mystical, өте бір сырға, құпияға толы, адам айтып түсіндіре алмайтын бір қызық нәрсе. Reach beyond description, бұны бір сөзбен суреттеп, сипаттап, сен оны айтып бере алмайсың. And beyond formula, бұл семья болудың қатып қалған формуласы да жоқ.
мынандай жазып берсең, сол формулаға қарап отырып ол семьясын алып шыға алмайды. Remember the basic premise of organizations дейді. Contingency theory дейді. Ал енді ұйымдасып жұмыс істеудің, компания құрудың, фирма құрудың негізгі несін білесіңдер ма дейді, теориясын дейді, жаңағы оның ұранын дейді. Contingency theory, яғни ситуациялар теориясы, ситуацияға қарай қимылдау, обстоятельства қалай саған диктовать етеді, сен солай қарай қимылдай бересің. Қатып қалған ештеңе жоқ. Which holds that there is no such thing as the best organizational structure. Яғни ұйымды былай басқарады деген оның өзінің бір формуласы болмайды. What is the best structure is contingent upon the size, purpose, age, location, and then other characteristics of the organization. Бір ұйымды басқарып, жүргізіп, оны аман-есен құлатпай, қиратпай, банкрот қылмай жүргізіп отырудың ең күшті жолы ситуацияға қарай қимылдаған кезде локацияға қарайсың, адамдардың жасына қарайсың, ол мақсат мұратына қарайсың, size, размеріне қарайсың, үлкен кіші қанша адам жұмыс істейді, соның бәрі есепке алына береді. Every human being is unique. Ал енді семья, отбасыға келген кезде не болады онда? Every human, барлық адам барасы, жеке дара, being is unique. Дара қайталанбайтын, бұл дүниеде өзіне ұқсас енді ешкім жоқ. As we have noted, бұның алдында да мен айтқанмын сендерге дейді. Яғни қанша 18 миллион адам ба Қазақстанда, 18 миллион қайт туылмайды болды. Бір рет келдің, саған ұқсайтын, дәл сенікіндей саусағының ізі бар, сенікіндей дауысы бар, сенікіндей жанары бар, қабағы бар, басқа бойы басқасы мінез құлқы сәйкес келетін екінші қайтып адам тумайды. Яғни егер жер жаралып адам ата жерге түсіп ең соңғы адам өледі дегенге дейін қанша бір бәле миллиард адам деп есептейтін болсаң, сол бір бәле біз сан жетпес миллиардтаған триллиондаған адамдардың бәрі юник, яғни дара, біреуіне ұқсамайды. Сондықтан there are stereotypical bad marriages дейді. Сондықтан дейді, былай әңгіме бар ғой негіз дейді. Нашар құрылған неке дейді, сәтсіз құрылғандарда, оларда жаңа стереотипикал, бір стандартный бір не болады дейді. Яғни бәрі бақытсыздықты бір жолмен табады деген ғой. There are no stereotypical good marriages. Керісінше дейді, жақсы семьяларда ондай емес деп айтады дейді. Goodness cannot be stereotyped as a theologian once wisely said. Жалпы жақсылық деген нәрседе өзі cannot be stereotyped, оны стандартқа саламайсың сен дейді. Still дейді, но все еще сонда да there is, I believe. Менің сенімімше, менің ойымша мынандай бұл дейді. One clear feature that distinguishes good and bad marriages. Енді мына семья сәтті болды, мына отбасы сәтті құрылды. Мына отбасы құритын жаққа қарай кетті. Мына семьяның болашағы жоқ. Мына үйленіп жатқандар алысқа шаппайды деп, енді оны айыратын ортасында менде бір не бар дейді. Feature. Қасиет па, не? Соны айырып тұратын бір. Ол не дейді? The civility with which the partners treat each other. Яғни ерлі-зайыпты үйленген кезінде ол жерде бір нәрсе болу керек. Біз бірінші сабақтан бері қақсап айтып келе жатқан нәрсе, ол не? The civility. The civility деген не деген кезде бұлар айтты? Motivated, organizational, behavior, submitted to the higher power. Яғни өзін емес, жалпы ұйымның, ұлттың, ұлыстың, организацияның амандығы үшін жұмыс істеуге ол ниеттенеді, және сол осы майданға кірген кезде ол өзінің қалау еркінің бәрін өзінің жоғарысында тұрған абсолюттік болмысқа, яғни біз Құдай деп, мұсылмандар Алла деп танитын, ескі көне түріктер Тәңір деп танитын абсолюттік бір болмыстың қалауына қарай байлайды ананы дейді. Біз соны civility деп аламыз. Енді екі жақ үйленген кезінде ерлі-зайыпты келді, некеге отырды, үйленеміз деді, екеуі уәде берді, серттесті. Бұл жердегі ең бірінші мына семья алысқа шабады, енді бұл енді құламайды, бұл енді соңына дейін тұрады, бұл проблема шығармайды дейтін болса, онда civility бар ма, жоқ па? Яғни біреуі екіншісі ананың қамын жеп тұратын жағдайға түсе ме, түспей ме? Енді сонымен есептейміз деп жатыр мыналар. This section is not meant to be an exhaustive or scholarly treatise on marriage. Біз бұл жерде отырып алып сендерге неке жайында үлкен бір ғылыми еңбектер таратып отырмаймыз. I will simplistically define marriage an organization of two people. Енді менің өзімнің define анықтауым бойынша былай болады. Marriage, үйлену дегеніміз. An organization, бұл да бір организация. Of two people, екі адамның who have made a commitment to attempt to maintain that organization. Енді осы неке, үй, отбасы, семья деп аталатын организацияны ұстап тұру үшін екеуі жан алысып жан берседі. Яғни commitment, екеуі де өзінің тарафынан анаған үлестік қосады енді анаған. And shall be using only traditional heterosexual marriages by
way of example. Мен енді бұл жерде дейді некенің барлық түріне қатысты әңгіме соғып отырмаймын. Тек қана классикалық традиционный семьяны ғана аламын. Яғни ер мен әйелді мысалға аламын, қалғанда шаруам жоқ. For my intent is not to talk about marriage generally. Так, мен енді жалпы алмаймын дейді. It is solely тек бір ғана угылдан түсемін. To discuss the issue of civility. Яғни civility не деп аударамыз бұны жаңағы? Біреудің қамын жейтін цивилизация. As it commonly relates to marriage. Яғни осы civility деп отырған проблема семьяға қай жағынан қатысы бар енді, қай жағынан бұл ілініп тұр бұл нәрсеге. Civility, like its civility, is often best defined by describing what it isn't дейді. Енді біз обычно қалай қыламыз дейді. Мына махаббат деген не деген кезде сен махаббатты түсіндіру үшін оның антонимін түсіндіресің дейді. Яғни жек көру, немқұрайлылық, пәлен пәшін, агрессия деп айтып келесің да, осының антонимі love, махаббат болады деп. Дәл сол сияқты енді осы философиядағы осыны енді пайдаланамыз дейді. Бұл қазақтарда да бар. Лұқпан Хакімден сен қалай әдепті болдың десе, мен тек әдепсіздерді көрдім. Сөйттім де олардың жиіркенішті қылықтарының бәрін кері қарай істеп едім, мен осындай данышпан болып кеттім дейді ғой. Сол сияқты civility-ді анықтау үшін енді ол не ол civility деген кезде мен civility емес нәрсені айтамын дейді. Сендерге қазір дейді. Соның антонимі civility екенін өзің біліп аласың қазір дейді. Consequently to illustrate my points. Енді мен өзімнің жағы көзқарасымды жарыққа шығару үшін I shall often employ examples of incivility in marriage and parenting дейді. Мен көбіне дейді осы ата-аналар менен ерлі-зайыптылардың арасындағы болатын жаңағыдай адамгершілікке жатпайтын мысалдарды мен берем қазір дейді. There will be examples of either men or women. Бұл жерде ол әйел болуы мүмкін, я болмаса ер болуы мүмкін. Бұл не үшін бұны алдын ала ескертіп жатыр? Себебі бұны қазір бірінші беретін мысалында incivility әйел тарапынан шығады. Яғни әйелі адамгершілік принциптері өте нашар, ішкі дүниесінің бәрі қаңыраған, рухани өте кедей, сырты былай жарқылдап, жалтылдап тұрғанмен ішкі дүниесінің бәрі шөгіп кеткен. Соның кесірінен бұл күйеуін жек қояды кәдімгідей, тоздырып жібереді, бездіріп үйінен. Бірақ айтады, бұнымен бітпейді тірлік дейді. Енді келесі кейста, келесі оқиғаны берген кезде керісінше тиран күйеу әйелін жек қояды. Үшінші кейста екеуі әйелі де күйеу екеуі қосылады да үйіндегі баласын жек қояды. Біздің айтқанымызбен жүріп тұрасың, сенің дегенің болмайды деп. Сонымен үш кейсті да береді. Сондықтан мен бұл жерде қазір сен ойлап қалма дейді да, мен мына бірінші әйелдің мысалын айтқан кезде бұл бір жақты кетіп баратыр екен деп қалма дейді. But bear in mind that the sexes are virtually interchangeable in this regard. Although it may have a slightly different flavors, the dynamics in the civilization transcend gender. Мен бұл жердегі негізгі айтайын деп отырған мынау дейді. Мынау incivility деп қазір мен айтқан кезде анандай психологияның деңгейіне түспеймін дегенді айтып жатыр. Яғни әйелдердің психологиясы былай болады, еркектердің психологиясы былай болады, әйелдер ананы жақсы көреді, еркектер мынаны жақсы көреді деп түспейміз дейді. Менің қазір incivility, яғни парықсыздық, пайымсыздық, парасатсыздық адамшылыққа жатпайтын деп айтып бастаған кезімде бұл мен айтып отқан нәрселердің бәрі сен бұған дейінгі тыңдаған, үйренген психологиядағы барлық әңгімелердің бәрін сыпырып жібереді дағыны transcendent gender, яғни еркек қандай болады, әйел қандай болады, еркек қандай болады, әйел қандай болады деген жынысқа келіп тіреліп қалатын төмен деңгейдегі, төмен сатыдағы әңгімелердің бәрін мен сыпырып тастаймын дағыны оның ар жағына кетемін қазір дейді. Сондықтан тек адам тарапынан түсеміз. Мынау өте дұрыс айтып отыр. Себебі байқасаңыздар Қазақстанда да осы ана жыныс деген мәселені бер жаққа лақтырып тастап, оның ар жағына онтологияға адамның болмысы, все болды, әйелдің де еркектің де болмысы бір ғана нүктеден тарайды деп, о түпкі адамның шығатын жеріне, ана рухани жағына қарай кетіп қалмайтын болсаң, онда мынандай дауға ілініп қаласың. Әйел өз орнын білу керек деп біреу бірдеңе жазасаса, екіншісі келеді тағына жаңағыдай қазіргі еркектер еркек емес деген сияқты ол бірдеңені жазады. Әйел деген өзін андай ғой, мынандай ғой деп ол бірдеңені жазады. Ана келіп қазіргі еркектер шалбар деген киіп жүрген деген аты ғана қалды деп ол бірдеңені жазады. Осындай өмір бітпейтін, бір-бірін қажай беретін, шайнай беретін сапасыз әңгімеге тұтас ұлт түсіп қалады тағына, ақырында бірін жеп, бірінің жүйкесін жұқартып, сол жерде өлтіріп тынады. Так, енді болды. Біз кіріспені жасап болдық. Енді мысал кетеді.
Мысалда қалай болады? Бір күні маған приемға бір әйел келеді дағы жазылады. Осыны мен депрессияға түстім, мен құтқарыңыз деп. Сонымен келеді, соны танысып қараса, өте жақсы қызметте отырған, 38 жастағы, өте күтімі зор болған, материал жағдай өзі жетіскен, бір баланың шешесі, бір әйел келеді. Сонымен тұрады айтады, не болды дейді, осылай да осылай, мен негізінде жаңағы 26 жасында ма күйеуге тиген, 12 жыл біз өмір сүрдік, міне енді менің қазір күйеуім кетіп қалды, біз ажырастық, солай да солай, менің 12 жылғы еңбегімнің бәрі еш кетті. Ажырасқанға қанша болды деген кезде үйден бөлек шығып өзінің квартирасына кетіп қалғаннан бөлек тұрып отқанына 3 ай болды. Сол 3 айдан бері мен депрессияға түстім дағыны, жаңағы өмірге деген құлшынысымның бәрі құлады. Сөйтіп айтып жатыр дағыны, енді қызықты қарай енді. Бұл ең бірінші сөз қалай кетеді мына жерде. She was very angry дейді. Ана әйел до того қалшылдап ашуланып осындай ызаланып отыр дейді. Ол бүйтіп айтты дейді. He has no right. Оның ешқандай правасы жоқ деп айтты. Күйеуін айтып жатыр. To be doing this to me дейді. Оның маған былай қарым-қатынас қылатындай, оның маған бүйтіп істейтіндей вообще правасы да жоқ, жөні де жоқ деп айтты дейді. And doing it to us. Және бізге бүйтіп істейтін деп. Сосын ойландым, бұл ас деп кімді айтып жатыр деп. Біз деген ол ас. Баяғы she meant herself and their 9-year-old son. Сөйтсем 9 жасар баласы бар екен, Син деген дейді. Соны енді бүйтіп ананың депрессиясы не болды? Естіп отыр бала. Соны мен тұрдымда айтып, ананың депрессиясы қандай деңгейде? Қарасам, moderate дейді. Moderate деген сөз умеренный, яғни жынданып кетпейді, есінен танып қалмайды, кәдімгі жұмысына барады тағыны, жұмысының бәрін шоколад қылып істейді, айлығын алады, бәрі мынандай, ешқандай проблема жоқ. Бірақ үйіне келгеннен кейін ұйықтаймын дейді тағыны, түнгі сағат 3-4-ке дейін анау дөңбекшіп ұйқысының бәрі ұшып кетеді де, ертеңіне ол жұмыста шаршап жүреді ана жерден. Сонымен келеді тағыны, осылай да осылай мына тірліктің бәрі болмады дейді. Так, енді не қыламыз? Сонымен бұның әңгімесін тыңдап отырады тағыны. Айт, енді не үшін болды дейді бұл ұрыс? Ұрыс болып еді. Көрдің ба? Мына тұрттағыны уже ана біздегі күнделікті Қазақстанда болатын әңгіме басталды енді. Так. I suppose for another woman, of course. Оның менен басқа біреуі бар, оның деп. Любовница ұстап жүр ол деп айтты дейді. You suppose, сіз солай ойлайсыз ма? Of course. Дәл солай ма? Білесің бе енді соның? Көңілдесі бар екен. Сөйтіп еді. Тұрттаны, well, he says it isn't деп айтты. Мен күйеуім ол өтірік соға береді. He is lying. Ол өтірік шығу деп айтты дейді. Ол жоқ деп айтады. There must be another woman. Мен точно білемін деп айтты. Оның басқа бір әйелі бар, оның деп айтты дейді. If he says it isn't another woman, I responded, then what does he say? Жақсы, ол енді әйелі жоқ деп айтатын болса, онда не айтады? I don't know. Мен білмеймін оны деп айтты дейді. It just doesn't make any sense when he talks about it. Сен бұл теманы көтерсең, ол вообще менімен сөйлеспейді деп айтты дейді. Сосын бұл тұрады айтады, так, енді маған картинаны точно алу керек. Мынаның әйел шынымен айтып отыр ма? Жоқ, өтірік айтып отыр ма? Шынымен де күйеуінің көңілдесі бар ма? Жоқ па? Оны білу керек. Енді картина толық ашық анықталу үшін, ашық болу үшін алаттағын айтады. Күйеуіңізбен сөйлессем қарсы емессіз ба? Пожалуйста, шақырды, сөйлесе бер дейді. Жақсы. Бұл мен семьяны ремонттап, қайттан қосып, оны іске салатындай уже не көріп тұрған жоқпын дейді. Өйткені бұл шаруасы біткен семья, скорее всего дейді. Бірақ сонда да нағып бұған дейін келді. Енді соның себебін анықтауымыз керек. Сөйтіп біреуін депрессиядан шығаруым керек. Енді күйеуін шақырады. Соны келді дейді ол. Қарасам, жап-жақсы, мен ойлағандай емес, бір сүйкімді жігіт келді дейді. Так, ол келді де айтып жатыр. Мен әлі де үйден безіп кетті, 3 ай болды, я кеткені, бірақ енді әлі семья бала-шағама қарап тұрам ғой, мен мойнымда міндет түспейді ғой деп айтты дейді. И вообще былай әйеліме мен әлі де былай таңғаламын, оның ақылы, парасатын оқыған өте сауатты ол деп айтты. Determination өте табанды, алған бетінен қайтпайды, қадалған жерінен қан алады ол деп айтты. Онша-мұншаңа берілмейді ол деп айтты. Бірақ енді, конечно, ситуация егер өзгеріп, семья жақсы болып кетіп жатқан кезде, мен қолымда бар алтынның бәрін осыған берер едім, бірақ өзгермейді ғой ол деп айтты. Так, енді бұл күйеуін тергейді. Қарай енді. But you've fallen in love with another woman. Бірақ сен басқа бір әйелге ғашық болып қалды деп жатыр ғой. I suggested дейді. Деп айтып жатыр ғой, деп айттым дейді. Күйеуі айтты дейді. Heavens no. Құдай ақ, Алла сақтасын деп айтты дейді.
That's what Janet told you. Бұны менің әйелім ба саған айтып отырған? I suppose she would. Yeah, сол ғой не болса да. It's what she believes no matter how much I try to tell her otherwise. Қанша рет айттым мен оған. Менде көңілдес жоқ, және басқа әйел жоқ менде деп. Тыңдамайды. Why did you initiate the divorce then? Онда басқа әйелің болмаса, немене онда ажырастың? To save my life. Өзімнің өмірімді сақтап қалу үшін ажырастым мен деп айтты жігіт. The starkness of his reply stunned me. Мұна жігіттің сондай нығыз, сондай екпінді пішінде маған мынандай жорсткі жауап бергені мен таң қалдым дейді. It's not an easy thing to put into words. Бұл сөзбен айтып жеткізу өте қиын. Так, maybe I do not do a very good job at it. Мүмкін енді мен шынымен бір қатырып атқан жоқ шығармын бізде дейді. Maybe that's why it is so hard for her to understand. Сондықтан да шығар мен әйелін түсінуге қиын болатыны. Енді қызық басталады. Енді тыңда енді әңгімені. You see, өзіңіз байқаған шығарсыз. Janet is a very possessive kind of person. Менің әйелім бұл Janet. Ол билеп, төстеп, осы төбеңе шығып кететін адамның сортынан деп айтты. Яғни possessive kind деген сөз иеленіп алушы. Ол біреуді жаңағыдай зат сияқты иеленіп алудың ол сондай хас шебері дейді. At least that's the way I perceive her. По крайней мере, оны мен солай қабылдаймын. I felt she wants to own me. Менде сондай үнемі сезімде болады дейді. Бұл әйел мен зат сияқты бір иеленіп алатын сияқты. And I felt owned by her until I finally filed for divorce. Мен ажырасуға арыз беріп, сол бәледен құтылғанға дейін owned by her until мен оның дейді жаңағыдай бір жекеменшік затына соның мебеліне айналып кетуге сәл-ақ қалдым дейді. Сондай сезімде болдым дейді. And even then until I got out of the house, даже дейді үйден кеткенге дейін, I wish it could be a better husband. Конечно, мен енді жақсы күйеу болсам деп армандаймын. A different kind of person. Басқа адамға айналып кетуді мен де тілеймін дейді. But I can't stand being owned дейді. Бірақ кешіріп қоярсың деп айтты дейді. Мен енді біреудің затына айнала алмаймын деп айтты дейді. It makes me feel as if I am suffocating дейді. Біреу мен зат сияқты қолданып, мен зат сияқты иеленіп, билеп, төстеп төбеме шыққан кезде маған ауға жетпейді, мен тұншыға бастаймын. Literally. Болды басып тұрсаңыз, вибрация келмейді. Не ма? Мен тұншыққан кезінде дейді жаңағы әйелі мен билеп төстегенде literally тура мағынасында тұншығып кетемін деп айтады. Actually, I did get asthma shortly after we got married. Сен сенесің бе дейді, мен үйленгеннен кейін менде астма пайда болды деп айтты. Енді сіздер астманы көрдіңіздер ме, көрмедіңіздер ме? Мен өмірімде екі астмамен ауыратын адамды көрдім. Мына малдың қиының жанынан өткен кезде, сосын көктемде мынау теректер пухын шашады ғой ана несін, ұлпасын ақ. Сол кезде ауға жетпей құлаған кезде екі беттері көк-көк болып ісіп кетіп өліп қалады кәдімгідей. Ана қолдарында тамағына шашатын дәрілер жүр, мындай қыстырып қояды мындай жерлеріне. Олар учетта тұрады, пенсияға шығарып тастайды, сондай. Мен бір екі жігіттің құлағанын көріп, мен таң қалғанмын, сұмдық қой мынау деп. Соны айтады. Тура мен сол үйленгеннен кейін дейді, сен сенесің бе осыған дейді. Ана әйелдің мен билеп төстеген соншама менде астма пайда болды, мен ауға жетпейді, құлап қаламын дейді. No bad but annoying дейді. Қарашы қандай нервке тиеді. And it does seem to be much better the past 3 months дейді. Енді мен дейді сол 3 ай кеттім ғой дейді, ажырасып дейді. Жақсы болып қалдым, кәдімгідей адам болып қалдым деп дейді. That I pricked up my ears at the psychosomatic дейді. Мынау психосоматика туралы айтқан кезінде менің құлағым сақ етіп тұра қалды дейді. Was he lying? Бұл өтірік айтып отыр ма? Не пәле өзі деп айттым дейді. Қызық, странно, I wondered, таң қалдым дейді. Бұл что-то өтірік айтатын адамға ұқсамайды. Мынау енді скорее всего дұрыс, бұл шынымен андай айтып отырған сияқты дейді. Сосын You say she's possessive. I ask her, do you mean she's jealous? Сен жағалды мен зат сияқты қолданады деп айттың әйелім. Do you mean she's jealous? Қызғаншақ деп айтқың келіп отыр ма? Енді айтты де, ол қызғаншақ болғанда бар ғой, иә, дұрыс. Мен дейді, кез келген бір жалпы бір әйел адамның аты туралы айтып қалсам, ол дейді, жинап қызғанып шыға келеді. Даже ажарсыз, көріксіз әйел туралы айтсам да ол содан қызғана береді дейді. Енді содан ақ біле берсейші дейді. Ол да ештеңе емес дейді. Ол дейді, үйленген жылы маған сенің менен жасырып жүрген біреуің бар деген әңгіме сол кезде айтып бастаған дейді. Содан мен жұмыстан сәл кешігіп қалсам болды, осы әңгіме бұрқ етіп қайтадан көтеріледі. Сонымен не керек? В общем, мына әйел темасына қатысты жердің бәрінен айқай-шу шыға берді дейді ғой.
Сонымен енді мен ақырында ол ештеңе емес дейді әйел. Енді мен жұмысым бар емес па дейді. Менің ол әйелден қызғану, ол бөтен әйелдерден қызғанған это еще цветочек дейді. Ол менің өзімнің жұмысымнан алған проекттерімнен қызғанатын болды дейді. Мен осында жұмыс істеймін, мынандай проект алып жатырмын десем, мазақтап, кекетіп, қайдағы жоқ бәлдерді айтып шығады анау дейді. Енді дейді, it is as if she can't stand my being interested in anything but her. Менен басқа бір нәрсеге қызығушылығы болма деп айтты дейді. Сен егер қызығып, интересоваться етіп, бірдеңені шұқылап тексеретін болсаң, тек қана менен басқаға назар аударушы болма. Условиясын қара сен. It is the same way with my man friends дейді. Енді ана әйел коллегаларды ұжымдағы істейтін қыз-келіншектің бәрін бітірдік оның шаруасын дейді. Бәрін блоктап құрттық дейді. Енді жора жолдастар бар емес пе дейді. Оларды she denies it, but she resents them. Олардың бәрін жек көреді, жолатпайды. Енді бізде де бар ғой, мысалға, сондайға түсіп қалғандар. Жора жолдастарын үйіне ертіп келейін десе, әйел кіргізбейді. Сонымен оның абыройы түсіп кетеді. Қалай енді? Басқа әйелі жақсылар, жайлылар онда жора жолдастарын үйіне шақырып, қонақ қылып күтіп отырады, ал бұл өзінің үйіне ертіп келейін ертіп келе алмайды, содан күйеуінің абыройы түсіп кетеді. Sometimes I even think she's jealous of my relationship with Seven. Енді ол да ештеңе емес дейді. Ана жора жолдастардан қызғанған, жұмыстан қызғанған әйелдер ол сама собой. Өзімнің балам бар емес па, 9 жасар, иә. Содан қызғанатын болды дейді ғой, ақыры баламнан. Вообще оған да көңіл бөлмейді, тек мен жақсы көріп. Не енді ол? Сөйтіп еді, баламнан қызғанады деп еді. Қой деп айтты дейді. Даже мен емес, даже Скотт Пектің жағы түсіп кеткен ғой, ана баламнан қызғанады деңіз. Мынауың чересшір ғой енді. Сонда оның алдында бұл қатын маған не деді білесің бе дейді. She was always nagging me to spend more time with him. Балаға көңіл бөлмейсің, баламен уақыт өткізбейсің, үйтпейсің, бүйтпейсің. Сонымен шынымен кінәлі сезініп қалып, ойбай, шынымен мына баладан обал болды, жұмысқа көп көңіл бөліп кеттім. Мына баламен көбірек уақыт өткізейін деп, үйге келіп, баланы қыдыртып, анда мұнда апарып дейді, баланы мәз қылып алып келіп, балам дейді, ырза болып күліп отырса дейді. Ана алтын уақытты менімен өткізіп едің, ана балаңмен көбірек өткізіп қойдың деп, үйде айқай шу төбелес бастарды дейді сосын. Қанды ішті дейді ғой, сонымен не керек? Дейді. Yeah, it's always unpleasant дейді. Жүдә жек көрем ол, жүдә жағымсыз деп. Ralph elaborated, күйеуі дейді, енді қыза бастады дейді жерін. And it doesn't get us anywhere. Бұнымен біз алысқа бармаймыз ғой, не қайқа барасың бұнымен, күніге айқай шумен дейді. Сонымен не керек? Мақұл, енді ана әйелден қызғанған түсінемін дейді. Енді ол өзі кішкене сәл ақылға қонады енді дейді. Енді мына енді жұмыстан қызғану, жора жолдастардан қызғану, и өзіміздің оның жатырынан менің беліме шыққан бел баламнан қызғану деген, енді кешіріп қоярсың деп айтты дейді ғой. Whenever I press her on it, неге енді менің баламнан қызғанасың сен? Денің сау ма деп мен мына теманы бассам дейді. She goes wacko дейді. Ол жынданып психовать етіп истерика болып шығады дейді. Wacko? Әйелінің дені сау емес пе? Жынды ма кәдімгі дейді. Not really wacko. Енді жынды болғанда андай жынды емес енді. Дені сау жынды да, ақылды тентек те бұл деп айтты дейді. She either gets up and leaves the room or starts shouting at me, telling me I'm immoral or demented деп айтты дейді. Баламнан неге қызғанасың деп айтсаң дейді, сен топас, оңбаған, мақау, есалаң, ноқалай, 99, аттан құлаған, гаршоктан құлаған деп әңгімені дейді, тапит еткен кезде тентіретіп жібереді дейді. So I stop pressing дейді. Сосын мақұл қой деп ол теманы жабамыз дейді. That must be frightening дейді. Даже Скоттпен қорқып кеткен ғой ананың қатынынан. Страшно мынау деп. Сонымен не керек? Енді сен кетіп құтыламын деп шештің ғой дейді. Yeah, it's quits. Болды, кету керек өрін деп айтты дейді. Сонымен не керек? Definiteness дейді. Бұны нық ешқандай қайтып келем мен, ана әйелмен өмір сүрем деген ода жоспар жоқ уже дейді. Өйткені бұл әйелден ажырасып 3 ай кеткеннен кейін бұның асмасы жойылып кеткен. Қызықты қарасайсың. Біз асманың бәрі жаңағы тополиның пухтан болады деп жүрсек, мына ведьмалардан да болады екен ғой арасында. Так дейді, енді Janet told me she became depressed only 3 months ago. I commented, after you felt the house. I wonder why that was. Сенің әйелінің айтсынша, ол дейді соңғы 3 айда ғана депрессияға түстім деп айтады.
Сен үйден бөлек кеткеннен кейін I wonder, таң қалам, why that was, неге бұлай болды дейді. Ralph looked at me as if I was blind дейді. Как будто соқырға қараған сияқты қарады дейді. She didn't believe me until then дейді. Ол дейді сенген жоқ маған дейді. Мен ажырасам деп айттым ғой оған дейді да. Бүйте берсең. Сен оттай бермеші деген. Even with the papers and lawyers, she didn't take me seriously. Даже дейді, ана адвокаттардан қағаз, соттан қағаз келген кезде ол серьезно қабылдаған жоқ дейді. She has a way of not taking me seriously. Ол мені вообще серьезно қабылдап, осы мен адам екен деген емес ол дейді өмірінде. Our time was almost over, but there was a loose thread I wanted to pick up. Енді уақыт біте бастады тағы мен тағы бір нәрсеге жабыстым дейді. When I asked you whether Jan was jealous, you replied that and more. Сен жаңалды әйелім қызғанады деген кезде сен маған солай және одан да көбірек. Бұдан да басқалар бар деген кезде what did you mean by more? Бұдан да басқасы дегенде не деген келді? It's a bunch of little things, Ralph answered, like photographs? Ол не? Менің ажырасуыма себеп болған нәрсе дейді бұл енді. До того ана мен үйдегі өзінің заты, мебелі сияқты, столы сияқты өзінің жаңа сатып алған бұйымы сияқты қолданатын жағдайға жетті дейді. Не қыдырамайсың дейді, не көшеге шығамайсың дейді, не ресторанға бар семьямызбен тамақ ішемейміз. Ана бір дөңкейтіп сатып алған бір фотоаппараты бар дейді. Бұл енді ол 95-90 жылдардағы әңгіме ғой енді. Ол кезде қазіргідей смартфон шықпаған, ана жаңағы пленкамен шығатын фотоаппаратты мойнына салбыратып асып алады ана жынды. Соны барып тағын дейді, ең тамақ ішейін деп жатсаң шарт еткізіп суретке түсіреді дейді. Әнжелер енді отыра берсең шарт еткізіп отырсаң да тұрсаң да суретке түсіре береді. Сосын айттым дейді, айналайын. Маған ұнамайды мынау шартылдап түсіре бергенің. Бір аптада бір рет түс, айда бір рет түс, немене білемін, азаннан кешке дейін фотоаппаратпен патырлап түсіре беру деген аурусың ба қойса болды ғой. Жоқ, сен қарсыласуға маған ұнайтын нәрсені ұнамайды деп айтуға сенің хақың жоқ. Отыр дедім ғой, отыр. Мен түсірем дедім ба, сен жап аузыңды деп айт дейді. Енді сосын тірлік бола ма енді? Содан кейін дейді, айттым дейді, қойсай сен мынауыңды. Сөйтіп едім дейді, мақұл, бопты. Қойдым, бұрын ұрыс көбейіп кеткеннен кейін. Енді не істеді дейді, енді тығылып түсіретін болды дейді. Бір күн дейді, баламызды екеуміз дейді, үй тапсырмасын орындаусақ, шақ етіп дейді, ана жанат дейді. Қарап қалсам дейді, ана әйел тығылып бір жерден жаңағы фотоаппаратын алып біз түсіріп тұрады дейді ана жерден. В общем, өлтірдім мына қатын мен дейді ғой. Сонымен айттым дейді. Күйеуінің әңгімесін әбден тыңдап алдым да, сосын стратегияны өзгерттім дейді. My initial strategy with Janet was to be as supportive as possible. Басында менің стратегиям, инициативам бойынша қалай еді дейді. Оған барынша көмек беріп, қолдау көрсетіп, жаңағы қорықпа, анау бәрі жақсы болады деген сияқты келе жатқам дейді. Мұнан кейін әңгіме өзгерді. The closest I came to confronting her for a while was during her next appointment after she had said once more he doesn't have the right to be doing this to me. Екеуміздің арамыздағы енді ең қызық текетірес неден басталды білесіңдер ма дейді. Ол айтты ғой дейді, it doesn't have the right to be doing this to me. Оның былай маған жасайтындай, үйден нағыл шығып кетіп қалатындай, ажырасатындай, мен үстіме сотқа беретіндей, оның ешқандай правасы жоқ деп айтты дейді. I'm not sure I understand what you mean. Түсінбеймін, сен не деген кеп тұрдың? I meant just what I said. Не дедім сол. It doesn't have a legal right, I commented. It does have a legal right. Енді қалай сен оның правасы бар ғой, оның ақысы бар ғой ажырасуға. Otherwise there would be no such thing as divorce court. Егер оның ажырасуға заңды құқы болмайтын болса, онда сотпен ажырасу деген контора, мекеме не үшін жұмыс істейді? She glared at me, көз батырайып кетті дейді ана. But it shouldn't have the right to it дейді. Оның вообще правасы болмау керек деп айтты дейді. Вообще, онда ешқандай құқық жоқ ол деп айтты. Probably we are just haggling over the word. Мен басында ойлап қалдым дейді, бір әшейін бір сөзді ойнатып, сол бір сөзге жабысып отыр екен деп. I said console, жуат сөйлеп отқам. As a noun, right refers to a freedom. Әпше деп айттым дейді. Жалпы right деген сөз етістік, зат есім ретінде refers to a freedom. Бұл еркіндік деген сөзді білдіреді. As an adjective, ал сын есім ретінде қолданғанда, it refers to something that is morally correct. Ал енді сын есім түрінде қолданған кезде дұрыс деп. Яғни ақылы деген кезде бұл бір моральный дұрыс нәрсе істеп отыр. Яғни айыптауға негіз жоқ. I imagine you are feeling what Ralph is doing isn't morally right. Енді
сіздің мына сезініп отқандарыңызды, сіздің ойыңызды, ой толғауларыңызды қарайтын болсақ, сіздің күйеуіңіздің бір аморальный, адамшылыққа жатпайтын, заң законға жатпайтын, біздің тілмен айтқанда шариғатта жоқ нәрсені айтып отырған сияқты беріп жатсың ғой сен. Шариғатта бар ғой ажырасу по-любому. Даже Құранда, біздің түсінік бойынша Құранда талақ деген сүре келеді мысалға. Ажыраса қалған кезде әйелдің үлесі қанша болады, оған дейін көрсетеді. Қалай сонда? Жалпы киелі кітаптардың бәрінде адамның ажырасып, егер сәтсіз үйленетін болса, одан бөлініп кетуге ақысы бар деген нәрсе тұрады. Ал оны мына бір қатын келеді дағыны, ешқандай правасы жоқ деп, оның үстінен үкім айтады. Сонымен текетірес басталды дейді. Of course, дұрыс. But he shouldn't have the legal right either деп айтты. Мынау до того упертый дейді мына әйел. Shouldn't have the legal right. Ешқандай да легальный оның мені тастап, ажырасып, үйімнен кетіп қалатын вообще правасы жоқ. Ол отыру керек үйде деп айтты. I let the matter drop дейді. Мен жағым түсіп кетті дейді. Мына қатынға сөз өтпейді екен дедім да. Әңгімені тоқтаттым сөйледім дейді. Енді қалай болады дейді. Like her husband, күйеуіне таң қалғандай, I admired her, мен бұл әйелге де таң қалдым дейді. But I found it particularly difficult to feel close to her. Енді бұған дейді өте қиын дейді да, мына әйелге бір жан дүниесіне кілтін ашып бір кіру дейді. Татава анандай тіреліп отырып алған, анандай өзін дегеннен қайтпайтын. Енді дейді, бұл she was reluctant to recall her childhood. Бұл өзі дейді не түс көрмейді бұл бәле дейді. Жаңағы could not remember her dreams. Көрген түсін есіне, ана түс көрсе жаңағыдай Фрейдтің әдісін қолданып, анау түсі арқылы бұның түп санасындағы символдарға байланысты бұның бір нәрсесін былай болжауға болады ғой. Енді оны ешқандай түс көрмейді да, ол отыра береді. Reluctant to recall her childhood. Балалық шағы туралы айт десең, вообще ештеңе айтпайды да, отыра береді. She had no belief in personal God or desire to develop one. Бұл Құдайға, дінге сенбейді дейді. Вообще to develop one, рухани дамымайды дейді. Despite my taking every possible opportunity to be supportive of her, she never warmed up to me. Қанша рет мен оған рухани поддержка бердім, қолдау көрсеттім, вообще ашылмайды бұл дейді. And her depression continued unabated. Ал оның депрессиясы азайдың орнына уже күннен күнге күшейіп келе жатыр дейді ана жерден. Her resentment of her husband was an unending litany that couldn't be interrupted only briefly. Мына күйеуі туралы әңгімені айтады ғой дейді, анау күйеуін жерге тығып, оның правасы жоқ, ондай, ол ит, шошқа, пәлем, пәшінен. До того анау тоқтамай сөйлеген кезде дейді. Литани деген сөз оның уже дұғасына үзілмейтін құлшылығына айланып кеткен дейді. Бұның діні, бұның зікіріне айналып кеткен дейді, ана күйеуін жамандау. Ана сөйлеп отқан кезінде арасына кіре алмайсың ананың дейді. That could be interrupted only briefly дейді. Қысқа уақыт қана әңгімесін әрең үзесін дейді. Қайттан өзінің темасына кіріп алады да ысқыртады анау дейді. Financially, she had long since transcended the poverty of her childhood. Былай қарапсаң ақшасы бар, уже аяққа тұрған ал бұл дейді. But I sensed an impoverishment of her inner life. Сол кезде мен байқадым, мынаның ішкі дүниесі сондай деңгейде рухани кедей, ішінің бәрі қаңырап, мынаның бәрі қуыс кеуде болып кеткен. Бая біз existential vacuum, қуыс кеуде деген бар емес пе? Соған келді мына бәленің бәрі сояққа келіп тіреліп жатыр енді дейді. After 3 months we had made no progress. 3 ай осының дейді, апта сайын келіп дейді, бір әңгімесін, оның вообще правасы жоқ, оның үйтетін жөні жоқ, о кім ол, мен үйімнен кетіп қалатын, мен үйтіп жіберемін деп әңгімесін соғып бір әңгімені 3 ай ештеңе де болған жоқ дейді. I couldn't sense the possibility of progress unless I became less supportive and more confrontational. Мен уже оны қолдаудан алдында, ой, тәте, уайымдамаңыз, әпше, бәрі жақсы болады деп бүйтіп жүрген ғой. Уже қолдаудың бәрі түсіп, енді екеуміз соғыса бастады дейтін жерде. Енді екеуміз соғысын тыңдайық. Тағы да бастады дейді. He has no right. Он ешқандай ақысы жоқ. Керек десең, әкесінің де ақысы жоқ. To treat me this way. Маған бүйтіп отношение жасамасын ол деп айтты. She said yet again. Бірақ thus far Ralph had been perfectly scrupulous with liberal alimony and child care payments and highly cooperative in regard to his frequent attention to sin. Енді бұл әйелдің сөзіне сеніп мен құлақ асайын десем, дәл осы 3 айдың ішінде ем жүріп жатқан.
Бұның Ралф деген күйеуі апта сайын келіп баласын ойнатады, тамағын береді, шайын береді, қыдыртады, алиментін уақытылы төлеп жатыр дейді. Күйеуінен жапсамайсың дейді. We've been through this before responding added the legal right to divorce. Кешіріп қоярсыз, әпше, сіз бұл теманы біз өткеттік қой өткенде. He had the legal right to divorce. Мен сізге адам сияқты айттым ғой енді. Адамның ажырасуға ақысы бар. Ол мына біздің заңда да солай. Сот не үшін керек? О сотпен ажырасып отыр. It took another tag you said. He has no right using the present tense. Сіз дейді, қызықсыз. He has no right using the present. Оның правасы жоқ деп айтқан кезде, как будто оқиғаның бәрі нақ осы шақта дәлге жүріп жатқан сияқты. You speaking of the divorce in the present. Ажырасу темасын сіз қайта қозғаған кезде, как будто ажырасу процесі дәлге жүріп жатқан сияқты сөйлейсіз. Әдейі фраза was divorcing, you know, дәлге ажырасып жатырған сияқты ма? But the reality is that the divorce is past. Кешіріп қоярсыз, ажырасу өткен шақта қақ бетті. 3 ай бұрын соттың шешімі шығып кетіп қалған ол үйінен. Жоқ сен күйеуің. Немене оны айтып отырсың? Сен бір жерге ана ажырасам деп жатыр, не істейміз деп мәселе көтеріп отқан жоқсың. Болар болып бояусың, бұл кетіп қалды, ол басқа үйдің адамы ол уже. It's over, бітті, it's done. Тыңған оның шаруасы. You feel as if it is still happening. Сен болсаң, әлі ажырасу процесі жүріп жатқан сияқты, үйтетін жөні жоқ деп неңді сағызың шайнап отырсың. I can understand that. It's hard to shift gears. Мен сіз түсінем. Бір неден положениеден екінші күйге ауысу ол оңай шаруа емес. But that's also why you are still depressed. Бірақ сіздің депрессиядан шықпайтын себебіңіз, ұйқыңыздың қанбайтын себебі, түріңізден түр жоқ, бет аузыңыздың шалбар отырған себебі сол. And I don't see how you can stop being depressed until we can help you put it in the past. Сіз пока мына ажырасу деген теманы өткен шаққа қоймайынша, 3 ай бұрын ажырасты, болды, кетті. Енді бұдан кейін не қыламыз деген қазіргі шақтағы болып отқан оқиғаны талқыламайынша, мен сіздің ауруыңызға көмектесе алмаймын, тәте. Так. Енді қатынның жауабын тыңдаңыздар. Енді бұл не дейді? I don't want to put it in the past. Without the slightest hesitation дейді. Ана көкбет қатын дейді. Беті жыбырламастан, кірпігі қыбырламастан дейді. I don't want to put it in the past деп айтты. Кешіріп қоярсың айналайын деп айтты. Мен бұл оқиғаны өткен шаққа апарып өлсем де қоймаппын да деп айтты. Осылай, мен бұны әлі нақ осы шақта өлгенше талқылайым керек болса деген әңгіме ғой. I was startled by her honesty дейді. Мен таң қалдым дейді. Бір шетіне оның анан дейді, жаңағы ашық сөйлеп отырғаны дейді. Being accustomed to more labyrinthine neurosis, мынандай лабиринт неврозға кіріп кеткеніне дейді. Соған үйреніп алған мынау дейді. Соған ана лабиринт невроз деген жаңағы ішінен шықпайды. Бітеп ана бір жолын айланып жүре береді. It was a long moment before I could respond. Yes, I can understand that also, but it places us in a predicament, doesn't it? Біздің 3 айдан бері бір теманы мыжып шыға алмай отырғанбыз. Сіз не адам болмадыңыз, не жазылмадыңыз, не күйеуің қайтып келмеді. Осы ғой енді бәленің бәрі. Жаңағы өткен шақпен осы шақ айыра алмай отырмыз ғой. Жоқ деп айтты дейді. Басымды қатырма айналайын деп айтты. Содан мен оған кек алам дейді ғой бұл. Сіз дейді. The conflict is the why of your depression. Сіздің мына депрессияңыздың себебін айтайын ба? Obviously, you are going to stay depressed until you can accept reality. Сіз мына шындықты мойындаңыз ситуацияны. Что күйеуіңіздің ажырасып заңды түрде соттың шешімімен кеткенін мойындаңыз. Even to the point of forgiving Ralph. Даже мынандай деңгейге дейін баруың керексің сен. Күйеуіңді кешіруің керексің деп айтты. Сөйт, I would rather stay depressed than ever forgive him. She responded bluntly дейді. Bluntly деген наглый деген. Наглым образом ол маған қатын бүй деп айтты дейді. I would rather stay depressed. Лучше депрессияның ішінде осылай жата берем than ever forgive him. Мен ол оңбағанды кешіргеннен гөрі деп айтты. Чем ана менің рұқсатымсыз, менен рұқсат алмай үйден ажырасып кетіп қалған ана сұмырайды кешіргеннен гөрі осылай түнмен ұйықтамай азап шегіп депрессияда жатамын мен деп айтты. Дейді. Скоттбектің шашы ағарып кеткен ғой мынаған. Сөйттім да айттым дейді. Somewhere in the Bible it's mentioned. Біздің Інжіл деген кітапта айтады ғой, біздің
неміз құдайымыз. Vengeance is mine. Ол кек алу деген менің шаруам, кекшіл болма. Біздің мұсылманшылықта да бар. Мән ләху кинун, фәләйсә ләху динун дейді. Яғни кімнің көкірегінде кек болса, фәләйсә ләху динун, соған діннің нұры, діннің жарығы, ақиқаттың сәулесі оның көкірегіне түспейді. Ана кекшілдік, ана оңбағанды мен желкесін үзем деген қара сезім тұрған кезде сырттан жарық кірмейді сенің ішіңе деген. Соны айтып жатыр. Кек алу менің шаруам, сен оған қатыспа деп айтты дейді. What do you think that means? Қалай ойлайсыз осы аят жайында деп айтты. Енді қатынды тыңда. I'm not going to listen to that religious horseshit. Сен ондай далбаса діни уағыңды маған тықпаламайды деп айтты дейді. Proclaim it. Араңғыр айтып тұрған сөзін. Да, енді не істейміз? Look, I said, бері қара деп айттым дейді. In this conflict, бұл конфликтте between your will, сенің қалауың мен нафсының қалауы ғой, енді бұл рухани қалауы дейсің бе, осы құдайдың дидарын қайтсам көрем деп отқан әйел емес қой, бұл жағы ана менің рұқсатымсыз ажырасып кетті деп анаң желкесін қиям деп отырған кекшіл бәле ғой. And reality, енді сенің нафсани қалауың менен шындық екеуі келді дейді. Конфликт басталды. I think we may need to honor your will before you going further. Дұрыс, біз енді алдағы қадам жасау үшін енді сіздің will, сіздің қалау еркіңізді, ерік жігеріңізді, ниетіңізді бәрін мен құрметтеймін. For instance, мысалға қараңызшы өзіңіз. There is no way you could have worked your way through college and up to the position you hold without an extremely strong will. Дұрыс, сіздің табанды, қайсар, қайтпайтын, қадалған жерден қан алатын, мінезді, табанды, осындай жігерлі нәрсеңіз, ол дұрыс дейді. Осының арқасында сіз кедейшіліктен құтылып, мынандай жақсы жағдайға жетіп, қазір мына аузыңыз аққа, ауыңыз атқа тиіп, жағы ақ жағалы адамдардың қатарына, санатына қосылып отырсыз. Бірақ, бұл мақтанып отырарлық нәрсе, конечно. But I wonder if there wasn't some other time. Ане сен өміріңде мынандай моменттер болған жоқ па? Maybe in your childhood, мейлі бала кезіңде болсын. When your will got in your way, when you couldn't change reality and kept butting your head against a stone wall. Кейде басым сенің мынандай маңдайың тасқа келіп тірелген кезде реальность, мысалға сенің қалау, ерік, жігерің шеше алмайтын нәрселер болады. Сен тесіп өте алмайтын кездер болады. Сен сол кезде сол басыңды сол тасты ұрғылай бердің бе, жоқ әлде ситуацияны жайына жібердің дағы артқа қарай шегініп екінші бір стратегия таңдаған ондай оқиға болған жоқ па? What do you think about that between now and our next session? Давай сен осыны сен ойланып көрші, неге дейін деп. Мына бізде мұсылманшылықта Маулана Румидің да сөйтіп айтатыны бар. Не үшін адамдар дейді осындай ситуацияға түскен кезінде, бәрі құлайды деген кезінде, жақыны қайтыс болады, әртүрлі қазаларға ұшырайды ғой. Сол кезде Румидің айтатыны бар. Құлшылық тек қана жеңістен, жаңағыдай бұзып жарып қиратып кете беруден тұрмайды дейді. Жаңа Құдайдың несінде қызметіне жүрген кезде, яғни мойынсыну деген болады. Орысша смирение. Яғни құл Тәңір тағаланың басына салған қазасына толық мойынсынып болды, сенің дегенің болады деген кезде, оның жүрегін өртеген қайғы мен қасірет бал мен шекерге айналып кетеді дейді. Сол адамдар болды, енді осыған көндіген дейтін жерінде ерегісіп тұрып алады. Сол ерегіс сенің түбіңе жетеді деп отыр ғой. Енді диалог басталады қазір тағы да. Соған бір аптадан кейін кел деп айттым дейді. Бұл келді дейді. Бір қызығы, бұл маған бір қызық естелік айтты дейді. Сіз білесіз ба деп айтты. Мен баяғыда high schoolға өттім дейді. Бұл бәле өте сондай бір табанды қыз болған. Әкесі ішіп алып бала шағасын сабай беретін болған. Шешесі құр жаңағыдай туаттағыны, қыздарының тәрбиесі, анау-мынауларына қарамайтын болған. Бұл сол өте нашар районда, кедей үйде туса да, өлсем де оқимын, өлсем де мен жарып өтемін, үйтемін деп бұл алға ұмтылып, сонымен high schoolға өзінің күшімен түсіп, одан колледжді бітіріп, финансист болып, одан сол жерде үлкен бір корпорацияның, бір жердегі сатушылардың бір менеджері бұл. Әжептәуір бастық мына отырған әйел. Соны айтты дейді. Баяғыда high schoolда жүрген кезімізде мектепте сабақ болды дейді. Сол сабақта отырған кезде ағай айтты дейді. Үй тапсырмасы, үйлеріңде барыңдардағыны өздерінің квартираларындағы электр жүйесі бар ғой, соның диаграммасын сызып беріңдер деп айтты дейді. Мақұл, сонымен мен бардым дағым дейді. Ананы дейді, өзіміз екі бөлмелі лашықта тұрамыз дейді. Сонымен дейді, енді екі бөлменің құдай өзін біздегі деймін, бір бөлмесі кухня, бір бөлмесі сол жағы тоқалтам сияқты бір жалғыз бөлме шығар, бәрі үлкенінен бастап кішісіне шейін бәрі жата беретін. Сонымен ұялдым дейді.
позор болмайын дедім дағы дәл 8 бөлмелі үйдің жаңағыдай проектісін сызымдаған, соның бәрін ойша қиялменен, мындай фантазияменен электр жүйесінің диаграммасын сызып алып бардым дейді. Соны ертеңіне ағай келді тағын дейді, біздің жаңағы үй тапсырмасын таратты дейді. Мен қарасам, маған дейді 2 қойып қойыпты дейді. Сосын ағайға айтып еді, ағай несі дұрыс емес менікінің деп айтты дейді. Сөйтіп айтты де, скорее всего, бұлар бір кішкентай аудан ба, ауыл ма бір жерде тұрады деп ойлаймын. Себебі мұғалім мынаның үйін біледі да. Ол айтты де, мен білемін ғой сенің қандай үйде тұратыныңды. Сен өз ана 2 бөлмелі кішкентай құлайын деп тұрған лашықтың ішінде тұрмайсың ба? Сен мына Особняктың ана, Назарбаевтың ана жаңағы болмаса Путиннің Геленджигі сияқты бір карамат үй тұсақ қойыпсың бұл жерге. Сен қалай бар, солай сызып алып келуің керексің. Өтірік қой мынауыңның бәрі. Ойдан құралған фантазияны ұрып отырсың ғой деп айтты дейді. Сен білесің ба деп айтты дейді, ағай. Сен дұрыс предметті меңгерсең де, бірақ сенің мына шындықты бұрмалап, басқаша өзіңнің фантазияңмен жасағаның маған ұнаған жоқ, айналайын. Сондықтан мен саған 2 қоямын деп айтты дейді. Physics is science. Физика деген ғылым айналып кетейін деп айтты дейді, ағай. And science is ultimately about accuracy and truth. Ал ғылым деген ол әділдік пен ақиқатты сүйеді. Сондықтан шын сөйлеп үйрену керек. Так что бұндай әдетіңді қой деп маған ескертіп тастады дейді. Осы бір ғана ашылып, мына әйел бір ғана естелікті айтты анаған. I was delighted and congratulated her. Мен таң қалдым, тіптен құттықтап қойдым. Молодец, сен бірдеңе айтатын болсың ғой. We got nowhere when I gently prodded her to remember some other material from the past for seeming to contact with the Therefore, when the pronunciation proclaimed the beginning to the end and stop. Аха. Содан кейін бұл дейді, енді бір ары қарай ашылады екен деп мен қатты дәмеленіп қалып едім дейді. Бұл келді дағына айтты дейді. Жоқ, болды мен қоямын. I stopped taking the pills. Ана сенің антидепрессанттарыңды, ұйқыны ұшыратын анау-мынау деген дәрілердің бәрін лақтырамын. Керек жоқ, рахмет. Why? Не болып қалса, не үшін өйтесің? They weren't helping me. Вообще көмектесіп отқан жоқ. I thought they improved your sleep. Сен ұйқың былай тынышталып қалған жоқ па? But they are not doing anything for my depression. Ұйқым жөндеген қайда? Менің оның депрессияма 1 грамм пайдасы жоқ. Рахмет дәріңе. That's true. I agree. But wouldn't you rather at least sleep well while we are trying to straighten out the depression? Енді сенің депрессияңды емдеп қалыпқа келтіргенге дейін хотя бы дәрі ішіп ұйықтай тұрмадың ба енді анау депрессияң құрығаннан кейін дәрінді лақтыратын едің ғой. Жоқ деп айтты дейді. We were back to square one. Алдыңғы түкте нәтиже шықпайтын исходное положение қайттан келдік. I finally realized she actually did believe Ralph had no legal right to divorce her. Енді осы кезде finally окончательно realize мен түсіндім уже ең соңында. Түбегейлі көзім жетті. She actually did believe. О шынымен соған антышынтысыменен сенеді екен дейді. Не нәрсеге? Ralph, күйеуі Ralph, had no legal right to divorce her. Яғни заңдық тұрғыда, легальный тұрғыда күйеуімнің менен ажырасуға правасы жоқ деп, ол кәдімгідей сенеді екен соған дейді. Мен оны әшейін ерексіп айтып жүрмін өтсем, бұл көз иман екен да бұның сондай. Біздің бұндай беріктік деген біздің мұсылмандарға арман ғой. I suspect when you married you felt you had captured him for good. Сізіне сонда күйеуіңізбен алғаш үйленген кезде бір затты мәңгілікке сатып алдым деп ойладың ба не деп айттың дейді. As if in taking the vows he had become your property. Ол сол ана неке сарайына барып жаңағыдай серт қабылдаған кезде сенің қол ұстасып тұрып, сен не зат сатып алып жатырмын деп, your property, сен өзің жекеменшік жаңағыдай бір бұйымымды алып жатырмын деп ойлап қалдың ба не деп айтты дейді. Қатынның әңгімесін тыңда енді. Of course деп айтты. Конечно деп айтты. Конечно. Еще she said guilelessly. Иш ұялмайды да, қызармайды да, қымсылмайды да, тартынбайды да, наглы. But people aren't property. Даже Скотт Пектің айтуға уже сөзі қалмаған ғой, бейшараның жағы түсіп кетіп, дір-дір етіп, адам деген зат емес қой деп айттым дейді. They haven't been since slavery was abolished. Құлдықты отмена жасағалы қай заман? Құлдықты уже біз даже Америка 68 жыл тоқтатып тастаған бұны. Оған дейін Англия 19 ғасырдың аяғында істеп тастаған оны. Енді одан бері құлдық деген жоқ қой, сенде адамды құл қылу деген түсінік сенде қайдан қалып кеткен? He took the vows, didn't he? Ол маған үйленген кезінде, жаңа неке сарайында тұрған кезде серт берді ғой, шіркеуге барған кезде. Stay on my position. Тоқта. Тоқта деді бұл Скотт. The law makes it clear marriage is not slavery. Көке,
саған мына заңға қарасай сен дейді. Marriage is not slavery. Үйлену, үй болу, неке болу деген нәрсе құлдық деген сөздің синоним емес. Неке деген сөз құл болу деген сөздің мағынасын бермейді. And Ralph objected to feeling honored. Сенің күйеуің де қарсыласты. To feeling honored, затқа айналып кетуге. He made it clear to you, didn't he? Осаған күйеуің кезінде адам сияқты айтты, түсіндірді осын саған. Мен сенің затың емеспін, қойсай мен зат сияқты қолданғанмын деп. Айтты ма, айтпады ма күйеуің саған өстіп? Енді қатынның әңгімесін тыңда. He says something of the sort. Солай деп бірдеңені міңгірлеп жүретін сол үйде деп айтты. Сол жаңағы құлдық деп бәле отмена деген бірдеңені айтып отыратын сол. How many times? Күйеуің бұны саған қанша рет айтты? How should I know? Откуда я знаю? I hardly kept count. Соң мұрынның астына міңгірлеп бірдеңе айтқан соң мен саған айтып тұрсың ба? Тыңдамайын да мен оны. And how would you respond when he raises the subject? Бұл теманы ол көтерген кезінде сен оған не деп жауап бердің? Janet gave a large yawn дейді. До того мына әйел не? Есіне отыр дейді. It didn't make me any sense to me. Жақсылап керіліп есіне алды тағына. Шындап айтқанда вообще маған пофиг деп айтты. Сол не деген ұрғы. So there wasn't any way to respond. Сондықтан оның әңгімесінің мәнісі де жоқ. Ол не деп жатыр, маған бәрі ек қойың бір соң. Сондықтан ол сияқты мақауға, затқа жауап беру не қажеті бар? You are a smart person. Сіз өте ақылды адамсыз, I said, дедім мен. What would you do if one of your salesmen told you something that didn't make any sense to you? Дейді. Ал егер сен дейді да, what do you do if егер сенің қол астындағы сатушылардың біреуі told you something that саған сөйтіп айтса дейді да, сенің айтып тұрған ешқандай сөзің мәнісі де жоқ, мағынасы де жоқ, қойшы айналайын, демал, отдыхай десе, тура осылай сенің күйеуің айтқан сияқты айтса. I would ask him to clarify it. Мен ондаған түсіндірші кәні не ол деп мен оған сұрайын деп айтты. Did you ask Ralph to clarify? Күйеуіңе айттың ба, түсіндірші, не керек саған деп? Бұрышқа қамадым осылай дейді. Логически ол қақпанға түсті. Енді не дейді? The therapy isn't working. Қойшы айналайын деп айтты. Сен терапияң вообще пайдасы жоқ. I've been seeing you for 4 months now. 4 ай болды сен есігіңді тоздырғаныма. I'm as depressed as when I first started. Әлі сол 4 ай бұрын қалпында депрессиядан шыққан жоқпын. I'm thinking of quitting. Кетем мен. Рахмет сенің терапияңды. Басыңа шайнап жақ. I made it desperate whenever you can't, I said. И осы кезде мен тағы да қатырдым дейді ол қатынды. Кешіріп қоярсыз? You can't. Кете алмайсыз. Can't what? Түсінбе, нені істей алмайсың деп отырсың? You can't quit therapy. Терапиядан кете алмайсың. What do you mean I can't quit therapy, Терапиядан кете алмайды деп не деген кеп тұрсың? Just what I said, I have become interested in your case and I have decided to work with you until you are cured, no matter how long it takes, no matter how many years, even decades. Не естің сол? Мен сенің кейсіңе кірдім оқиғаңа. Енді мен не дедім? Сенің ауруынан айыққанша сені емдеп жазам деп бекінгем. Сондықтан бұл қанша уақытқа созылады? Не имеет значение? Жылға созыла ма? 20 жылға созыла ма? 30 жылға созыла ма? Отырасың осы жерде апта сайын келіп сен. That's outrageous. Сен не оттап отырсың, деп айтты. Of course, it is, I admit. Көрдің. But maybe you can't understand now how Ralph felt when he talked about feeling honored. Міне, көрдің бе, сенің еркіңді алып, сен зат сияқты басыңды қатырма, сенде таңдау жоқ, отырасың осы жерде деп едім, безілдеп жаның шығып кетті. Күйеуіңе сен тура осындай отношение ұстап, онда үйіңе зат сияқты, үйіңдегі мысық ит сияқты үйіңе әкеп сен де байлап қойған кезде, о бейшара шыңғырған кезде, сен оның не сезінгенін сен енді ойласай сен енді. Қазір өзің бажата қалдың ғой енді, outrage деп шыңғырып жібердің аузыңнан түкіргің шашырып. Қатын не дейді? I don't care how Ralph feels. Маған пофиг деп айтты. Ол не сезінді жүрегінен, ол не ойлайды, маған ек қойын бір соң, маған море поколение деп айтты. I'm sorry. I played a game with you just then, Janet. Ойнап айтып жатырмын деп айттым дейді.
You are utterly free. Siz еркін адамсыз. Of course, әрине. Leave therapy anytime you want. Қалаған уақытында кете бер, басыңа оған жақы. But even if you do leave, даже кете қалған жағдай, I wish at the very least you would keep our next appointment. Бірақ соңғы тағы да бір келіп кетші, бір серьезный әңгіме бар. Between now and then, I'd like you to think about you just said that you don't care how Ralph feels. Соңғы тапсырма саған. Сен жаңада айттың ғой, анау ішіне не сезініп, не қойған маған вообще қатысы жоқ, мен құлағыма қыстырмаймын да оны дедім ғой. Сол теманы бір ойланып келші. Somewhat to my surprise, she did keep our next appointment. Мен енді оны қайтып келмейді деп ойлағам негізінде. Бірақ таң қаларлығы ол келісапты қайтып келді дейді. Сонымен ал деп кіріп келіп айтты дейді. Мен сенімен әңгімелесуге келген жоқ, мен қоштасуға келдім. 4 ай мына далбаса сенің терапияңнан мен шаршадым. Ну давай, короче, до свидания. Әйтеуір енді бірдеңе ештеңе істеп жүрсің ғой енді әйтеуір. Так, by the way, тоқтай тұр. Между прочим, did you give some thought to your statement? Last week сен өткен апта айттың ғой маған. Ол күйеуімнің ішінен не ойлап, не сезініп, не қойған маған екі қойың бір сом деп. Сол темаға былай ойландың ба? Yeah, I did. Ойландым мен деп айтты. It was misleading. Бұл нағыз адасушылық. When I thought about it. Сөйтіп тағына мынау айтады. Мен оған жас кезінде үйленген кезінде мен оның төсегін салып бергем, жағдайын жасағам, жұмыстан шаршап келгенде ыстық сорпа бергем, мен шай бергем, үйткем, бүйткем, сөйткем. Соның бәрін айтып кетті дейді. Тыңдап отыр. Күйеуіне жасаған жақсылықтарының бәрін тізіп шықты. Тыңдап отырсаң, мынау бір енді керемет, енді жаңағы бүкіл еркектің арманы осы әлемде жоқ әйел мынау енді дейді. I gave it a last ditch try. Соңғы патронды пайдаландым дейді. Ralph told me he disliked taking pictures of him. Сен күйеуің айтсынша, ол сен тығылып суретке түсірген екенсің ғой сен, ана күйеуіңді. Оның рұқсатынсыз. Бұл қалай? Without his permission. Одан разрешение сұрамайды екенсің, сен пытырлап ұра береді екенсің ғой, фотоаппаратты алып алып. He felt you didn't respect his feelings or take him seriously. Оның айтсынша сен оның сезімдерін ешқашан құрметтемегенсің да, оны адам қатарына да санамағансың, сен серьезно қабылдамағансың да. But that's such a little thing. Енді сол әңгіме ма енді сол? Енді сол суретке түсірді дегенде ұялмай еркек басымен анау оңбаған саған айтып отыр ма саған? How could anyone object to such a little thing? Осындай болмайтын нәрсеге адам қарсыласып әңгіме айта ма? Сонымен I gave up. Мына қатынға осы дауы жоқ екен. Все болды, мен ақжала көтердім дейді. Would you like to hear my analysis of your situation before you leave? Жақсы, енді кетсең ақжол айналайын. Қайда жүрсең де аман бол. Бірақ енді соңғы кетердің алдында сіздің ішкі жан дүниеңіз, психикаңызға жасаған анализімді айтайын ба, ашық деп айттым бетіңе. Certainly. I might as well get my money's ass. Енді 4 ай талақ ақша төледік ба? Төледік қой саған ақша. Енді төлеген ақшамызға лайық енді бір анализ алатын шығармыз бізде. Қара ана есепке жүйрік қатын. Так. Былай болсын деп айттым дейді. I only spent an hour with Ralph. Сенің күйеуіңмен 1 сағат сөйлестім. That's insufficient for me to make any decent judgment of either his relative goodness or badness. Бұл сенің күйеуің ақылды адам ба, топас адам ба, мықты жігіт ба, жігіттің сұлтаны ма, жоқ құдайдан безген біреу ма, оны точно айтуға бағасын беруге 1 сағат әңгіме жеткіліксіз. Ол тұрсын. But you yourself being consistent self-writers in our meetings. Бірақ мен сізбен 4 ай кездескен кезінде бірақ нәрсені байқадым. Constantly, үнемі, ұдайы, қашанда self-writers. Менікі дұрыс деп көкірегімді ұрғаннан басқа дымды істеген жоқсың. Мен тек қана бірақ нәрсені көрдім. Менікі дұрыс, менікі дұрыс, менікі дұрыс, менікі дұрыс. Содан басқа дым істеген. You clearly cling to the notion. Сен бір идеяға тісіңмен кене ұқсап жабысып алдың ана жерге. That you've been the perfect one. Сен идеальный, самый совершенная женщина болып отырдың бұл жерде. And Ralph, the bad one in your relationship. А күйеуің болса, сендердің некелік қарым-қатынастарында бір құдайдан безген ала тұяқ, сенің әңгімені тыңдап отырсаң. That position holds precious little hope for you ever being able to forgive Ralph. И осы сенің мына оңбаған позицияң,
жаңағы precious little hope for you, кішкентай ғана аса маңызды біз үшін қадірлі болып тұрғанына сен мені жаңағы нені дейді Ралфты кешіріп жіберетін соңғы үміттің бәрінің жолын жауып тастады дейді. Little unhealthily precious little hope of release from your depression. Осы түкке тұрмайтын осы жердегі жарайды мақұл деп осыны бір титтай үмітті пайдаланып жарайды мақұл деп кешіріп жібергенде бітіп еді. Сені мына 4 айдан бері ұйқыңның бәрін ұшырып, сенің жаңағы аппетитіңнің бәрін жауып, өміріңнің бәрін күл талқан қылып жетіп тұрған депрессия 1 секундта кетіп қалатын еді. Сен бәрін талқандадың соң менікі дұрыс, менікі дұрысың. Forgiving is an interesting word. Сен байқа, forgive, вообще кешіру деген сөз interesting word, өте қызық сөз бұл өзі. Бұлар өздерін талдап жатыр енді. Does imply a giving дейді. It does imply a giving. Бұл giving, беру дегенді білдіреді. A giving in or giving up. Яғни forgive деген сөз бір нәрсені беру, бір нәрсені тастау деген сөз. Яғни сдаваться. The most common cause of depression, білесің бе, депрессияның көбісі неден болады? When a person is caught between the need to give up something and their will to hold on to it. Адамдар не үшін депрессияға түседі, сен білесің бе деп айтты. Не деп? Тастайтын нәрсесі мен тіске жабысқан нәрсесінің екеуінің ортасында қысылып тұрып қалады ана жерден дейді. Ана жаңағы тісімен жабысып тұр, өзінің менмендігі, көкіректігі жібермейді. Ал мына жақтан болды, таста ол мына жерде мешать етіп тұр. Мына сырттан келетін ситуацияны реттейтін хақтың сәулесін, клапандарының бәрі бітеп тастады. Сенің кекшілдігің, ішке қарай сәуле жарық өтпей тұр, сенің сана сезімің ақымақ надан болып қаласың қазір. Көрдің ба дейді. Little осы нәрсені жібергенде бәрі бітіп еді дейді. 4 ай жүрген кезде дымда істей алмадық. Ешқандай 1 миллиметр алға жылжи алмадық сенің осы көкіректігіңнен. Often there's something we need to give up is a fantasy. Адам көбіне лақтырған кезде нені лақтырды білесің бе деп айтмайды ана әйелге. Көз бақырайып отыр дейді ана ұялмағы ұятсыз. Ол fantasy, фантазияны тастау керек. A desire for things to be a certain way even when the reality is unalterable different. Енді не ол дейді? Реальность совсем басқаша. А сен дейді сол нәрсені реальностьті фантазияңмен өзгертесің дағыны desire for things to be certain way дейді. Сөйтіп өзің дейді, мынандай болса екен деп сен қалауларыңа қарай өзің оны подгон жасап аласың дейді. Sometimes кей кезде with a strong will and hard work. Дұрыс, кейде сондай болады. Адам өзінің қайтпайтын ерік жігерін қолдану арқылы және табанды түрде еңбектену, жұмыстану арқылы, тер төгу арқылы we can make some of our fantasies come true. Кейбір біздің фантазиямыз, кейбір армандарымыз шындыққа айналады. Дұрыс, оны мен мойындаймын. So it is you succeeded in escaping from poverty. Сен ана өзіңнің баяғы үрерге итің жоқ, сығарға битің жоқ, бәрін үй ішіңмен жиналып алып жағы биттерін сығып қанжалап отыратын кедейшіліктерің бар емес пе сіңірі шыққан, Соған сен осы табандылығымен, қиялыңмен жаңағыдай аффирмацияң ба, нең бар, сонымен үйтіп бүйтіп сен шыққансың, оны біз мойындаймыз. Оны жоққа шығармаймыз, бұл тұрсын енді осылай. But we also need to give up those fantasies. Бірақ кей кезде мынандай фантазияны отқа лақтыру керек. That cannot come true. Өмір шындыққа айналмайтын, өмір ақиқатқа айналмайтын, ойдан қиялдан құрап алған далбаса сайтани қиялдарының бәрін лақтыра айналайын. Certain people become unable to do this. Кейбір адамдар осы шындыққа сәйкес келмейтін өзінің миында құрап алған далбаса фантазиясына тісімен жабысып отырып алады ана жерден. For them, their fantasies are not only a possible reality. Олар үшін дейді жаңағы, for them, олардың қиялдары not only a possible reality, they are reality. Бұл бір шындық болу мүмкін деп емес дейді. Кәдімгі шындық осы деп отырып алады. Then they get in trouble. Сосын басы бәлеге қалады, балшыққа батады сосын дейді. Trouble, бәледен көз ашпайды. Just as you got into trouble in high school. Сен high school'да білесің бе жүрген кезіңде? Осылай фантазияма ерік берем деп, ана 2 бөлмелі үйде емес 8 бөлмелі сарайды салам деп, ақырында ағайыңнан ұрыс естігенің, сол кезде ағайыңнан таяқ жегенің есіңнен шығып қалды ма? Living in 8-room houses. Сен 8 бөлмелі үйдің суретін салып барам деп машқара болып едің ғой. You see, when you cling to our fantasies at all cost, өзің көріп отырсың. When we cling to our fantasies at all cost, біз бар ынта-шынтысымызбен, барымызбен жаңағы миымызда өзіміз құралып алған, бірақ реальностьқа сәйкес келмейтін фантазияға жабысқанда, then we have to ignore the parts of reality that don't fit it. Онымен мүлдем сәйкеспейтін, оған ешқашан ұқсамайтын, кәдімгі реальный шындықтардың бәрін сен құрбандыққа шалып бауыздап тастайсың ана жерден.
I'm afraid you tended to do this. Мен уже байқадым. Скорее всего, сіз осындай ақиқат шындықтың бәрін таптап, құрбандыққа шалып жүре беретін, и сенің өзің қиялындағы нәрсенің бәрін әркімге апарып зорлап таңа беретін сондай адамсың. I'm not saying Ralph is the good guy. Мен сенің күйеуің идеальный жігіт деп айтпаймын, жігіттің сұлтаны деп айта алмаймын. But I'm saying, бірақ менің айтып жатқаным, that in insisting that your marriage conformed to your fantasy, you did ignore him. Сен үйленген кезіңде неке, семья дегенде өзіңнің қиялыңдағы фантазияға анан зорлап қинап тықтыңдағыны, и соның кесірінен ignore him, өзіңнің күйеуіңді вообще адам санатынан сен шығарып тастадың, оны игнорировать еттің. You ignored the reality of him. Сен оның адам оның шындығын, оның болмысын полный шығарып тастадың. When it didn't fit what you wanted. Сенің қалауыңа, сенің нәпсани өмірі бітпейтін армандарыңа сәйкес келмеп еді, алдындағын оны ысыра салдың. There are ways in which you discounted him. О, бишараның ана күйеуіңді дискаунт, бағасын, құнын жерге ұрдың, ананы адам екен демедің, ананың бойында қаншама оған уникальный даралықтары бар, Құдайдың оған ғана берген заттары бар. Дискаунт, соның бәрін сен құнсыз, қадірсіз қылып жібердің. And now you are paying a price for the discounting. Енді осындай уникальный күйеуіңді қорлағаның үшін, оны жерге ұрғаның үшін, оны қадірсіз қылғаның үшін, оны игнор жасағаның үшін, енді осының ақысын төлейсің деп айтты. Сонымен тамам әңгіме. There was a long silence. Бөлмеде өлі ұзақ тыныштық орнады. It had sounded so abstract. Бір кезде бір қызық абстрактный бір дыбыс шығарды дейді. Are you done? Болдың ба? Yes, болдым. Thank you. Рахмет. I know you tried your best. Рахмет, қолымнан келген бәрін жасадым ғой енді деп айтты. It was a strange accolade. Бір қызық мақтау мынау дейді. But hardly a satisfying way for us to say goodbye дейді. Бірақ бұл адам сияқты қоштасуға бұл бір жетерлік нәрсе емес мынау. There are only two valid reasons to get married. Жігіттер, әңгіменің шындығы мынау. Жалпы үйленуге стоящий, жалпы некеге кіруге, үйленуге, үйлену темасын көтеруге негізі тұрарлық екі-ақ қасиетті нәрсе бар. One is for. Енді бұл екеуін біз келесі аптаға тастаймыз. Яғни біз бұл сериалды ең қызық жерінен үземіз. Енді бұл көрдің бе, incivility. Бұл айтып кетті. Incivility не болды деген кезінде? Сонымен басында айтты, incivility семьяға кіретін болса, кез келген семьяны талқандап жүреді. Кез келген семьяның бұл соғыр деді. Бұл не енді деп еді? Бұның басында айтқан сол. Яғни, мынаған келісейік. Unique, яғни қайталанбас нәрсе. Әрбір адам бұл ғаламда өзі сияқты адам енді қайтып келмейді. Әрбір келген адам дара болып келіп жатыр ана жерден. Біреуі біреуіне ұқсамайды. Біреудің қалауы, біреудің талғамы ол бітті. Біреуге сәйкес келмейді. Енді бұның айтып жатқан нәрсе, бұл өте қызық құбылыс деді. Яғни бір-біріне мүлдем сәйкес келмейтін, мүлдем дара екі адам бірігіп, бір шаңырақтың астында тұру керек дейді. Бұл білесің бе қандай страшно қиын нәрсе дейді. Осы жерде бәрінің білдіретіні қарсысындағы адамды бұл менің қолданатын затым деп бастайды енді ана жерден. Бірақ тағы да енді бұл полный анализ жасайды енді. Ана әйел бар емес пе? Соның несінің өткендерін бәрін қопарып, шек шабағын бәрін шығарып тастайды қазір. Ар жағында тағы 5 бет тұр. Мен бұны әдейі мына бұл қазақ қоғамына сіңсін, қазақ жігіттерінің, қазақ әйелдерінің руханиятын, мәдениетін көтерсін, бұлардың философиясын бұдан да қатты жетілдірсін деп детально түсіп келе жатқан себебім сол. Секіріп өтіп кетпейін деп. Не үшін? Себебі бұл материалды қайтадан іздеген кезінде сен таба алмайсың. Себебі бұның мына кітаптың орысшасы да жоқ. Яғни қазақшасын қоя бергенде орысшасын да ала алмайсың. Сондықтан ақыры бұны орысшасын оқи алмайтын болғаннан кейін, ағылшыншасы өте қиын болғаннан кейін сіздерге бітеп сөйлем түсіп келе жатырмыз, барынша түсінсін деп. Енді мынау келесі жол талдайды енді. Әкесін танытады. Мына жақта ойбай, сондай анализдер тұр. Мынаны оқысам, қазір жын болып кетесің мына отырған жеріне шыңғырып мына жерден. Мен бұны қалай осы уақытқа шейін мен өмір сүрдім бе, сүрмедім бе деп. Менің де ішімде бір өкініш келмей, 48 жасында осы нәрселерді оқып біліп жатқанымызға, осыны жас кезімізде білуіміз керек еді.
Енді мынау екі нәрсені жағы семьяны ұстап тұратын екі құндылықты тарқатқан кезде таң қаласың ғой, қалай мынау өте элементар нәрселер, қалай біз бұны білмейміз деп. Қазір енді оқығым келіп енді өзім қызығып өліп тұрмын, бірақ үйтейін десем, сіздерге мен андай құштарлық сыйлауым керекпін ғой, келесі апта не болады екен, ана екеуі не екен, қай жеріне келді деген сияқты бүйтіп жаңағы бір бірлерімен талқылап, жаңағы не болуы мүмкін, мынандай болуы мүмкін ба, мынандай болуы мүмкін ба деп жаңағы қыз келіншектер гәпқа жиналып алып жаңағы талқылап отыру керек қой, әңгімені қыздырып. Сондықтан мен мынаны ең қызық жеріне келген кезде әдейі кесіп тастадым. Так, болды, енді былай қыламыз. Қыздар, келіншектер жаңағыдай жұлдызы андай ма, зодиак па, андай ма, мындай ма деген темаларыңызды бұл жерде көтермей қойыңыздар. Біз ондай эзотерикалық іліммен айналыспаймыз, біз экзистенциямен айналысамыз, яғни руханиятпен айналысамыз. Бұл жерде әңгіме біреу. Әрбір адамды, әрбір әйелді, әрбір еркекті, әрбір жігітті Алла тағала өзінің құдіретіменен, өзіне ғана тән, оның ғана бойында бар талғамдармен, оның өзінде ғана бойында бар мінез құлықпен, ерекшеліктермен, қасиеттермен жаратып жердің бетіне жібереді. Болды, үйленіп үй болғаннан кейін сен менің затымсың, мен сені сатып алғам, мына жерде отыр деп қасыңдағы адамды оның талғамымен, қалауларымен, оның тілегімен, оның көңіл күйімен санаспай, оны өз қалауымен жүргізіп тұрғызам деп, ол енді жабайылықтың, тұрпайылықтың, енді дикістің, яғни инцивилитидің, нецивилностьтің енді ол шырқау шегі болады. Сондықтан біз теманы қазір біз тоқтатамыз. Келесі жолы полный анализ болады енді. Осындай типтер қайдан шығады, оны қалай талқандайды, оның философиясы неден шығады. Сонда бәрін бұл енді шек шабағының бәрін бұл талқандайды. Одан кейінгі темада күйеулері әйелін қалай жек қояды. Енді соған өтеміз. Сондықтан біз бұны кәдімгі болашақта кәдімгі әрбір қазақтың баласы, әрбір жап-жас қазақтың қызы осыны біліп, оқып, түсініп тұратын болу керек қой. Сонда ғана біз отбасы институтын сақтап, ажырасуды кәдімгідей мүмкін болған шекке дейін құлатып жүреміз. Қазір енді түсіндік қой, енді Қазақстандағы ажырасу деген 45%-ке дейін өсіп кетті. Соны енді бір 10-15%-ке дейін құлатып жүрсең қайда жатыр? Так, келесі жолғы сіздерге үй тапсырмасы. Мынау there are only two valid reasons to get married. Яғни үйленуге, некеге тұруға, бізді қорықпай кіруге және соны жүзеге асыруға тұрарлық екі себеп не болуы мүмкін? Соны тауып көріңіздер. Ол бала ма, басқа ма, ата бағу ма, ене бағу ма, кайф па, не ол? Так, эфирді сақтаймыз. Дәруіштер, сіздерге сюрприздер бар. Бір аптадан бері әбден жаттықты бұлар, дауыстарын қойды. Сразу ескертеміз, егер жандай сіздер араларыңызда діни әңгіме тыңдаса, нервс ойнайтын адамдар болса, уже эфирден кете берсін. Жаңағыдай әбден арабизацияға ұрынып қалып, Қожа Ахмет Яссауидің аты аталса, оның хикметтері аталса, жүйкесі сыр беретін, жақтырмайтын адамдар болса, сіздермен осы жерде қоштасамыз. Келесі эфир сіздер тыңдамай қойыңыздар. Енді тек сол Яссауидің хикметін жақсы көретін, соны ыңылдап айтып отырғаннан кайф алатын, қазақ мәдениетін жақсы көретін субъектілер ғана қалсын, бір-бірімізге мешайт етпейік, мақұл ма? Ұнамаса басқа парақшаға кетіп қалып. Кеттік. Завершить.